әр азаматтың көкейінде жүрген тақырып эректиль дисфункция, яғни жыныс мүшесінің әлсіздігі. Былай айтқанда, жалпақ қазақ тілімен айтқан кезде, мүшеміз неге әлсіз, неге тұрмайды деп айтады ер азаматтардың көбісі. Осы тақырып жөнінде бүгін толығымен әңгіме айтатын, толығымен осы тақырыпты қозғайтын боламыз. Емдемесе не болады ары қарай? Не үшін болады? Сонымен қатар қалай тексеруге болады, қалай емдеу жолдары бар. Қысқа айтатын болсақ, оның бәрі тоқталатын болсақ, мынау не емделмесе, яғни бұл ары қарай асқынатын болса, импотент мысалы, жыныс мүшесінің жұмыс істемеуі, былай айтқанда қыздарды мысалы жыныстық қатынасқа толыққанда түсе алмауы алып келеді. Ол яғни бұл дегеніміз үйленген жанұяларда мысалы баланың болмауына әкелуі мүмкін, асқынуы. Яғни одан кейін барып адамның депрессияға түсуі мүмкін, стресске түсуі мүмкін. Осы аурудың себебінен былай айтқанда ер азаматтар өзінің көңіл күйі төмендіктен, өзінің анау қабілетін төмен болу себептен депрессияға түсіп кетеді. Ауру, мысалы психикалық ауруға ұшырап кетуі мүмкін. Не үшін болады? Қандай жолдары мысалы? Бұл яғни былай айтқанша біріншілік, екіншілік деп бөлеміз. Біріншілік бұл қандағы серотонин гормонының жетіспеушілігінен болады. Екінші себеп мынау былай айтқанда психикалық факторлардың әсер етуінен. Депрессия, стресс, тағы айта берсек көп. Екіншілік мынау айтатын болсақ, бұл созылмалы аурулардың себебінен, созылмалы простатит мысалы. Онымен қатар мысалы мынау гормондық бұзылыстар. Одан кейін айтатын болсақ, мынау көптеген жыныстық инфекциялардың әсерінен болуы мүмкін. Яғни бұны қалай тексереміз? Эректиль дисфункцияны яғни бірден бір тексеру себебі, бірінші урологтарға келгеннен кейін тексереміз. Үрпіден соскоп, яғни мазок арқылы алып тексереміз. Секрет, яғни қуғасты безінің секретін тексереміз. Одан кейін барып тексеру әдісі мынау жыныс мүшесінің ультрадыбыстық зерттеу арқылы тексеріледі. Айтатын болсақ, емдеу тексеру әдістері. Яғни емдеу жолдары қалай? Бұны қалай емдейміз? Құрамында фосфодиэстеразасы бар препараттар тағайындаймыз. Одан кейін барып мынау айтатын болсақ, физиоаппараттардың көмегі арқылы жыныс мүшедегі қан тамырлардың жынысын жақсарту арқылы осылардың алдын емдейміз. Бұл мысалы қазір эректиль дисфункциямыз айтқанда неге жасарып барады мысалы. Ер азаматтардың жас шақтарында осы импотенциямен, яғни мүшенің дұрыс тұрмауынан көптеген сұрақтар мысалы маған келіп жатыр. Осы туралы айтатын болсақ, одан кейін барып жасы 40-тан асқан кісілерде, 50-тан асқан кісілерде осы дамып жатады. Базын айтуы мүмкін, менде жас кезімде нормальный болған, бірақ кейін осындай жағдай болып қалды мысалы. Ол яғни екіншілік түрі. Ер азаматтар 40-тан асқан кісілерде мысалы оның бір себебі мысалы қан тамыр жүйесінің, жүрек қан тамыр жүйесінің нашар болуынан, сахар диабетке ұшырауынан, артық салмақтың пайда болуынан, мысалы гормонал дисбаланс болуы мүмкін, мысалы өйткені тестостерон, пролактин сияқты гормондардың өзгеріске ұшырауынан болуы мүмкін, психологиялық депрессия, стресс күштерінің әсер етуі осы эректиль дисфункцияға, яғни мүшенің дұрыс тұрмауына алып келетін бірден бір себеп. Бұның шешімі бар, яғни бұны алдымен тексереміз, алдын ала келгенде урологтар арқылы алдын ала сіздерге сұрақтар, яғни қойылады, шағымдарыңызды сұраймыз, қашан пайда болған, қалай пайда болған, инфекциялар бар болған ба, солардың бәрін тексергеннен кейін барып, әр адамға жеке-жеке ем тағайындалады. Емді мысалы медикаментозды, одан мен қосымша физиологиялық аппараттардың көмегі арқылы толыққанды емделуге болады.